Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз бірден жақсы болып шығатын құймақтың рецептісін дайындаймыз. Ол үшін бізге арнайы ыдысымыз қажет. Содан соң жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып араластырамыз. Мұқият араластырамыз. Венчикпен немесе миксермен араластырсаңыз болады. Осылайша барлығын мұқият араластырып алғаннан соң келесі барлығын араластырып алғаннан соң секерімізді саламыз. Тағы да мұқият араластырамыз. Барлығы араласып болғаннан соң суымызды құйып араластырамыз. Содан соң сүтімізді құямыз. Тағы да барлығын араластырамыз. Осылайша барлығын араластырып болғаннан соң ұнымызды саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырып, араластырып отырамыз. Ешқандай комок қалмауы керек. Осылайша ұнымызды аз-аздан салып араластырып отырамыз. Ешқандай комок қалмауы керек. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіз. Осылай аз-аздан салсаңыз жақсы болып шығады. Ұнымыздың барлығын араластырып болғаннан соң, ең соңында шемекі майымызды құйып, тағы да араластырып жібереміз. Содан соң табамызға ең бірінші пісірген кезде шемішкі май жағамыз, содан соң жақпаймыз, солай пісіре береміз, жабыспай күшті болып піседі.
Осылайша блинімізді екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осылайша біздің дәмді қимағымыз дайын болады. Бірден жасағаннан ақ сізде шығады. Осылайша қалауыңызша ортасына өзіңіздің начинкаңызды таңдап салсаңыз болады. Менде творог салып, осы видеодағыдай видеоның соңына дейін қарасаңыз көретін боласыз. Егер де менің видеом сізге ұнап жатса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.